Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің тақырыбымыз жүрек физиологиясы, миокард қасиеттерінің 3-ші бөлімі. Біз алдыңғы видеоларда айтқан болатынбыз. Жүректің біз 4 қасиеті бар. Олар қозғыштық, өткізгіштік, жиырылғыштық, автоматизм қасиеттері. Біз алдыңғы видеода қозғыштық және де жиырылғыштық қасиеттерін тоқталған болатынбыз. Бүгінгі видеомызда біз өткізгіштікке және автоматизм қасиеттерін тоқталатын боламыз. Алдыңғы видеодан бері айтып келе жатырмыз, жүректе атипті және де типті кардиометистер болады деп. Енді солардың атипті кардиометистер олар автоматизмге және де өткізгіштік қасиеттеріне жауап береді. Автоматизм қасиеттері бұл қалай түсіндіреміз? Автоматизм қасиеті бұл орталық жүйке жүйесіне бағынбай, жүрек өз алдына импульс өндіріп, сол бойынша жұмысын атқарады. Ал өткізгіштік сол өндірілген импульсті миокардтың басқа жасушаларына жеткізеді, яғни басқа кардиометистерге сол импульсті жеткізіп, жүрек өзінің жиырылғыштық қанайдағыш қызметтерін атқарады. Ең алдымен олар қай жерден басталады? Соған тоқталып өтейік. Ең алдымен бізде синартеральды түйін бар. Осы жерден бізде импульс автоматты түрде өндіріледі. Және бұл синартеральды түйінді біз бірінші қатардағы түйін деп импульс өндіретін түйінді атаймыз. Яғни бұл бірінші қатардағы. Екінші қатардағы импульс өндіретін орын бұл бізде АВ түйіні болып табылады. Яғни АВ түйіні осы синартеральды түйіннен қалыпты жағдайда АВ түйініне қарай импульс келеді. Яғни өзінің сол жақ жүрекшеге және де өз аяқшалары арқылы АВ түйініне, яғни атриовентрикулярлы түйінге қарай келеді. Одан ары қарай бізде артериовентрикуляр түйіннен гис шоғырына, гис шоғырынан гис аяқшаларына, одан ары қарай Пуркини талшықтарына қарай жалғасып кететін болады. Біз бұл жүректің өткізгіштік жүйесін негізінен ЭКГ аппаратында тіркейміз, яғни ЭКГ аппарат арқылы жүректің өткізгіштік және автоматизм қызметтеріне толығымен баға беруімізге болады. Ең алдымен бізде қалыпты жағдайда мына синартеральды түйіннен импульс басталады және де ол импульс басталған кезде мына қалған түйіндер бұлар импульс өндірмейді. Яғни синартеральды түйін қалыпты жағдайда 60-80 соққы минутына өндіретін болса, мына түйіндер бұлар тек қана өткізгіштік қызметін атқарады. Яғни олар ешқандай да импульс өндірмейді. Ал егер де синартеральды түйіннен импульс келуі тоқтайтын болса, мына жерде қандай да бір үзілулер немесе блокадалар дейді, сондайлар болатын болса, онда бізде келесі жұмысты бізде АВ түйіні атқарады. Яғни атриовентрикулярлы түйін өзіне импульс өндіре бастайды, бірақ ол минутына 40-60 соққы көлемінде ғана өндіреді. 40-60 соққы көлемінде өндіреді, бұл бізде брадикардияны тудырады. Одан ары қарай бізде гис шоғыры орналасқан, осы гис шоғырына қарайда блокадалар болатын болса, онда ол келесі бізде күшті гис шоғыры алады. Бірақ та көп жағдайда АВ түйінінен блокадалар сондайлар кездеседі. Бұны алдағы уақыттарда айтатын боламыз. Қазіргі кезде тек нормасын түсініп кетейік. Енді осыдан ары қарай бізде гис аяқшаларына, одан Пуркини талшықтарына қарай жүреді дедік. Енді бұны ЭКГ аппаратында тіркейді. ЭКГ аппаратында бізде PQRST деген өз тішелері болады. Осы тішелер арқылы біз баға береміз. Яғни импульс қалай жүргеніне баға беріп отырамыз. Бізде ең алдымен П тішесі дегеніміз бұл импульсті бұл жүрекшелерге қарай таралғанын білдіреді. Яғни П предсердие деп жаттап алуға болады. Яғни мына аяқшасы арқылы бұл сол жақ жүрекшеге және де оң жақ жүрекшелерді толығымен импульс өндіреді. Бұл кезде бізде П аяқшасы пайда болады. П аяқшасы пайда болған соң П тішесі пайда болады. П тішесі пайда болған соң бізде ары қарай импульс кетеді. Бұл жерде бізде П тішесінен кейін PQ интервалы болады. PQ интервалы бұл бізде АВ түйініне дейінгі жолды көрсетеді. Яғни егер де PQ интервалы ұзарып кететін болса, онда бізде мына жерде қандай да бір проблемаларды іздейтін боламыз. Одан кейін бізде мына Q тішесі кетеді. Q тішесі бұл төмендегі мына немені көрсетеді. Қарынша аралық перделердің импульс өндірілген өтеді. Одан кейін R арқылы, S арқылы жүректің қарыншалар толығымен қайтадан жоғары қарай Пуркини талшықтарына дейін бүкіл жеріне қарай өткізгіштік барғанын көрсетеді. Содан кейін бізде ST сегменті кетеді. ST сегментінен кейін одан кейін бізде Т тішесі кетеді. Т тішесінен кейін қайтадан бізде бос кеңістік болады. Бұл жүректің қайтадан демалуы, деполяризация, реполяризациялары туралы айтылады. Яғни жүрек диасталы сатысында
қозады. Диастала сатысында жүрекке натрий каналдары ашылып, деполяризация, реполяризация алдыңғы видеолар бойынша айтылған болатын. Енді бізде қандай да бір мына жерде проблема болатын болса, синартральды түйіннен импульс өндірілмейтін болса, онда бізде П тішесі болмайды да, QRS комплексі ғана болады. Ал егерде АВ түйінінде блокада болатын болса, онда бізде PQ интервал ұзаратын болады. Ал егерде қандай да бір эктопиялық ошақтар дейді, алдыңғы уақытта олар қалай пайда болатынын түсіндіретін боламын. Эктопиялық ошақтар пайда болатын болса, мына атериовентрикуларлы түйінге қарай эктопиялық ошақтар пайда болатын болса, онда бізде П тішесі теріс болады. Осымен бізде жүректің үшінші бөлімі, яғни миокард қасиеттерінің үшінші бөлімі аяқталды. Егерде видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басайық, каналды дамуына өз үлесімізді, септігімізді тигізейік. Қош сау болыңыздар.